Ассалаумағалейкум, құрметті менің олжалы оқырмандарым. Бір оқырманнан келген екен бір сұрақ. Ораза кезінде инфекция кете ме? Жыныстық жолмен жұқтырған инфекция оразадан кетіп қала ма? Дәріспей қойсам қалай болады? Деген сияқты сұрақтар түседі. Құрметті достар, айта кетейік, әрине біріншіден Рамазан айымыз құтты болсын, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза айында, яғни ораза уақытында сіз жыныстық ауру жұқтырған болсаңыз, егер сіздің бойыңызда симптом жүретін болса, зәрге шыққанда ашу, қышу, шаншу сияқты симптомда кезетін болса, бұл жыныстық инфекцияның сізге әсер етіп жатқан симптомдары. Бұл әрине ораза жасағаннан бұл инфекция жойып кетпейді. Бұл ағзаға түскеннен кейін үрпі жолдарын зақымдауы мүмкін, өйткені үрпінің клеткасын зақымдауы мүмкін, ары қарай қанға өтуі мүмкін. Қанда жүретін болса, бұл созылмалы түрге өтуі мүмкін. Соның кесірінен сіздің ағзаңыздағы қуық жолдарын, басқа жолдарды зақымдау қаупі бар. Ал енді екінші жағдайын болсақ, ораза қандай жағдайда пайдалы? Әрине бұл асқазан ішек жолдарындағы клеткалардың жаңаруына, мынау иммундық жүйенің жақсаруына, ағзадағы инсулин гормонының қалыпты деңгейге түсуіне, қандағы қанттың деңгейінің теңелуіне, тұрақталуына көмегі бар. Яғни ораза кезінде біздің клеткаларымыз жаңарған кезде біздің иммундық жүйеміз күшейе бастайды. Және де, егер де сіздің ағзаңызда урологиялық аурулар кездесіп жататын болса, сізді бұл қатты мазалап жататын болса, оны ертеңге қалдырудың қажеті жоқ. Яғни бұған арнайы тексеруден өту керек, дәрігерге қаралып, көрініп, арнайы тиісті тексерулерін өткізгеннен кейін, соның нақты нәтижесіне байланысты емдік шара қабылдау керек. Емдік шараны қабылдау уақытысы, әрине, бұл ауыз ашқаннан кейін, егер де сіз дәрі-дәрмек қабылдайтын болсаңыз, дәрумен қабылдайтын болсаңыз, аузды ашқаннан кейін бұл дәрі-дәрмекті қабылдасаңыз болады. Әрине, аузыңыз берік болатын болса. Егер де сіздің жыныс жолдарыңыздан іріңді бөлініс, сұйықтық бөлінетін болса, ол кезінде оразаңыз сіздің бұзылады. Өйткені іштен шығып жатқан сұйықтық бұл оразаны бұзады. Соған байланысты осы ауруыңызды емдеп болғанша оразаны қоя тұрғаныңыз жөн деп ойлаймын. Егер де ағзаңыздан бөлінді тоқтағаннан кейін, қалыпты деңгейге түскеннен кейін, оразаны жалғастырып ұстай берсеңіз болады. Ал енді, құрметті достар, ораза ұстадым, инфекция жоқ болып кету деген нәрсе жоқ. Түсінеміз, ораза ұстау керек, иммундық жүйеміз көтеру үшін, қалыпты деңгейге жету үшін біз осы 5 парыздың бірін осы ораза ұстауымыз керек. Және де көп жағдайлар урологқа келсем, ораза кезінде қалай болады, бола ма, болмай ма дейді. Дәрігерге қандай да болсын, уролог болсын, басқа дәрігерге қаралу, егер сіздің өміріңізге қандай да бір жаныңызға батып жататын болса, одан ешқандай ағаттық жоқ. Барып тексерістен өту керек. Бұл жерлерде де арнайы тағайындаулар бар, оразаны бұзатын жайттары бар, бұзбайтын жайттар бар. Соған байланысты осыны біліп сізге алған жөн. Әрқашанда біз денсаулығымызды күтейік, ораза ұстайық, әрқашанда денсаулыққа бірінші көңіл бөлейік. Өйткені қарап отырсақ, денсаулық бізге ең қымбат. Соған байланысты қандай жағдай болсын, ең алдымен біздің денсаулығымызды күтуіміз керек. Оразаларыңыз қабыл болсын, аман болыңыздар. Егер де осы видео ұнаған болса, астына комментарий жазып, достарыңызбен таратып, осы жағдайды мазалап жүрген жігіттерге бөлісіп кетіңіз. Аман сау болыңыз.